Өскемендегі НАЭС мектебінде Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Күләш Шамшидинованың жас мұғалімдермен кездесуінде білім беру мазмұнының өзекті басымдықтары талқыланды. Шығыс Қазақстан облысының қалалары мен аудандарындағы жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерін НАЭС-тің педагогикалық шеберлік орталығы құрған кәсіби алаң біріктірді. Біздің жалпы негізгі мақсатымыз жас мұғалімдерге көмек көрсету. Қазіргі заман талабына сай мектепте көп дүние өзгеріп жатыр. Себебі технологиялардың өзгеруі көп нәрсені өзгертуге әкеледі. Осыған байланысты жаңартылған білім бағдарламасы 2016 жылдан бастап енгізіле бастады. Мұғалімдердің әртүрлі сауалдары бар. Біз Астана қаласында мұғалімдерден негізінен топтық жұмыспенен абстракциялық ойлау мәселелеріне байланысты болды. Енді Өскеменде қойып отырған сұрақтар негізінен бағалау жүйесіне байланысты. Яғни біз мұғалімдерді жинап кейс ұсынамыз. Бұл кейсте өзінің сабағында қандай қиыншылықтармен кездесетін мұғалім, соны шешу үшін не істеу керек. Және бұны біз мамандар бірден шешімін айтпайды, мұғалімдер өздері талдайды. Өздері талдап ұсыныстарын береді, содан кейін барып қане мамандар өздерінің ойын береді. Екінші кейс бұл өте жақсы өткен сабақ. Мына барлығы дұрыс пайдаланылған сабақ. Міне осында талдайды. Не дұрыс пайдаланылды, не дұрыс пайдаланылған жоқ. Егер дұрыс пайдаланылса, онда ол несімен ерекше сабақ. Бұнда да мамандардан бұрын жас мұғалімдер талдайды. Біздің бұндағы негізгі ойымыз жас мамандарды біріктіру, басын біріктіру арқылы сабақтарға дайындалуда сабақтың сапалылығын көтеру. Егер сабақ сапалы болатын болса, бұл арғарата баланың білімді алуы жетілдіруі өте жоғары болады. Келген жас мамандар басқа өңірлердегі әріптестерінің сәтті және сәтсіз тәжірибелерін тыңдап, өз ойларын ортаға салды, бағалау тұрғысында талқылаулар жүргізді. Кейстарын ортаға салған жас мамандардың көпшілігі жаңартылған бағдарламаны тәжірибелерінде сәтті қолданып, оған өздерінің жаңашылдықтарын қосып, жетілдіріп жатқандарымен бөлісті. Мен өзім бүгін сәтті кейсімді әріптестеріме көрсеткен болатынмын. Атап айтқанда кері байланыс, рефлексия туралы әріптестердің қызығушылық тудырды. Және де біз ары қарай көп сөйлесіп, ары қарай пікір алмасатын боламыз. Бүгінгі Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен кездесу, яғни бұл кездесудегі мақсатымыз жалпы жаңартылған білім беру бағдарламасы, ондағы қазіргі жас мамандарда туындап жатқан қалыптастырушы формативті бағалауға бойынша көптеген сұрақтар болды. Яғни сәтті кейс, сәтсіз кейсті талдау арқылы біз жас мамандар, әріптестер арамызда талдау жұмыстарын жасап, өте бір керемет ұтымды кездесу болды. Яғни өзімізге көп қажетті сұрақтарға жауап алдық. Осы кездесудің ең басты мақсаты Күләш Нағатаевнамен кездесу болды. Ол кісінің бізге берген дәрістері, яғни қалай мұғалім болу керек, нені оқыту керек, яғни қалай бағалау жүргізу керек деген сияқты көптеген мағлұматтар бізге берді. Жас ұстаздар оқушылармен тек білімдерін бөлісіп қана қоймай, олардың болашақта сұранысқа ие маман болуына жауапты екенін мойындады. Сондықтан мұғалімнің өзі заман ағымына ілесіп, технология және жасанды интеллектпен бәсекеге түсуі керек.